Қайырлы күн, құрметті менің сүйікті көрермендерім. Бүгін сіздермен қысқа арнап осында қияр және де қызанақтан асорти етіп тұздалған қияр жабатын боламыз. Банкыларыңыз атылмай, суы осылай тып-тынық болып, қиярларыңыз қытырлақ болып тұрсын десеңіздер, видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Видео барысында мен сіздерге банкының атылмауы және де қиярдың осындай қытырлақ болып сақталуының құпия рецепттерін айтатын боламын. Қараңыздаршы, осындай өте әдемі болып шықты. Бұл рецепт міндетті түрде ұқсап шығады. Бұл сыналған 2-3 жылдан бері осы рецептпен жабамын. Ең алдымен қиярды біз жақсылап осылай қолмен ысқылап, сыртындағы зиянды улы заттарын кетіріп, осылай тазалап аламыз. Міндетті түрде қолмен әрбір қиярды тазалап шығыңыздар. Сол кезде банкыларыңыз атылмайтын болады. Мінекей, барлығын ерінбей осылай жуып тазалап шыққан соң, екі шетін осылай кесіп алып тастаймыз да 3-4 сағат мұздай салқын суға қалдырамыз. Міндетті түрде ең кемінде 3-4 сағат қалу керек. Енді 3-4 сағаттың ішінде әр сағатында суын ауыстырып тұрамыз. Міндетті түрде осы әдістерді қолдансаңыздар, міндетті түрде суларыңыз, қиярдың суы тынық және де атылмайтын болады. Мінекей, мен 4 сағат ұстадым. Осы қиярды суда, мұздай суда 4 сағат ұстаған кезде әр сағат сайын суын ауыстырып тұрдым. Суын ауыстыруды ұмытпаңыздар. Әр бір сағаттың ішінде суыны, мұздай суды ауыстырып 3-4 сағат ұстап алған соң, мінекей шығарып, тыстарға шығарып кептіріп аламыз. Алдын ала көкөністерді, мына нелерді жуып тазалап кептіріп аламыз міндетті түрде. Сосын банкыларымызды буға стерилдеп аламыз. Енді стерилдеп алған банкыға мінекей бірінші қалампыр салдым, лавр жапырағын, сосын осындай үлкен ірі қара бұрыштан саламыз. Сосын не саламыз? Сарымсақ саламыз. Мінекей, сарымсақтарды осылай 3-4-5 штугін саламыз. Енді осындай қияр жабуға арналған, банк жабуға арналған осындай укроптардан және де хрен саламыз. Укроптың таяқшаларынан да сал жеріңіздер. Енді мінекей, су кеп тұрған қиярларды банкыға осылай жайғастырып шығамыз. Сосын бетіне осылай сопақтан келген сырты қатты осындай помидор қолданғандарыңыз дұрыс. Помидорларды осылай жайғастырып шығамыз. Енді үстіне қайнап тұрған ыстық судан құямыз. Мінекей, осылай толтырып құя беріңіздер. Алдын ала қайнатып алған қақпақтарымызды бетіне жауып бір шетке алып тұрамыз. Енді осылайша стерилдеген банкыларымызға рет-ретімен осылай лавр жапырағынан, хрен жапырақтарынан, сосын сарымсақ 4-5 штук, сосын қалампыр 2-3 штук салсаңыздар болады. Укроп, осылай укроптың өзін, таяқшаларын араластырып салыңыздар. Мінекей, қара бұрыштан саласыздар. Осылайша рет-ретімен банкылардың барлығын толтырып аламыз. Егер қаласаңыздар, тек қана осылай қиярдың өзін ғана дәл осы рецептпен де жабуға болады. Помидорды араластырмай, мінекей, бетіне қалған жеріне қиярды 2 бөліп, немесе майдалап турап қос жерсеңіздер болады. Арасына тығыздап, нығыздап осылай помидорларды салып шығамыз. Негізі сопақтан келген осындай кішілеу помидор болса өте керемет болады. Менде қатты кішілеу емес, орташа помидор. Нығыздап сала беріңіздер. Қазір ыстық суға кіргеннен кейін кішкене шөгетін болады.
Барлық банкаларымызды осылай толтырып алған соң, осылайша жылы немен көрпемен немесе пледпен орап қоямыз. Осылайша 40-50 минут тұру қажет. Міне 50 минут уақыт өтті. 50 минуттан кейін осылай арнайы сетка осындай қақпақтың көмегімен суынан ажыратып құйып аламыз. Барлығын суынан ажыратып құйып алған соң, осыны газға қойып қайнатуға қоямыз. Су қайнап шыққанға дейін енді біз банкаларымыздың ішіне 2 литр банкыға 2 ас қасық толтырып тұз саламыз. Сосын 2 ас қасық шекер саламыз. Шекерді тұзға қарағанда кішкене аздау қылып толтырып саласыздар қасықты. Мінекей, байқасаңыздар, тұзды толтырып салып жатырмын да, шекерді шамалы қатты толтырмай салып шығамыз. Егер 1 литр банкыға жабатын болсаңыздар, онда 1 ас қасықтан, 1,5 литр болса, 1,5 ас қасық тұз, 1,5 ас қасық шекер саласыздар. Міне осылайша барлығын салып шықтық. Су қайнап шықты. Мінекей, қайнап тұрған суды енді банкаларымызға қайтып құйып шығамыз. Мінекей, суларын құйып шықтық. Енді жылдамдатып суып қалмау үшін, мінекей, 2 литр банк болғандықтан мен 2 шай қасықта қатты толтырмай үксіз қостым. 70% үксіз болу керек міндетті түрде. Үксіз құйған банкымызды жылдамдатып бетін осылай қақпағын жауып аламыз. Барлығына бірден үксізді құйып шықпаңыздар, біртіндеп осылай шетінен үксіз құйылған банкаларды бірден жауып отырыңыздар. Келесі банка. Шай қасық қатты үлкен болмау қажет. Мінекей осылай кішілеу шай қасықпен 2 шай қасық құйдым. Егер 1 литр банка болса, 1 шай қасық құясыздар үксізбен. Осылайша үксіз құйылған банкаларымызды қақпақтарын жылдам жауып аламыз да. Қараңыздар, әлі бұл банкының тұзы мен шекері қатты ере қойған жоқ. Енді осыларда төңкеріп, плед жауып, суығанға дейін қалдырамыз. Міндетті түрде өзінің жылуымен, ыстығымен суы қажет. 1 түн болсын, 2 түн болсын, осылай қалдырып қойыңыздар. Енді мінекей дайын болған банкалар, қараңыздар, қандай әдемі көрініске ие, өте дәмді болып шығады. Әсіресе қияр өте қатты тұзды болып келмейді. Бір сондай тәтті дәмді, тұзы орташа, қытырлақ, әрі суы деген осындай тымық болып шығады. Бұл басында айтып өткендей сыналған тексеруден өткен рецепт. Қорықпай дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Ас болсын, келесі кездескенше сау болыңыздар.